өрнектері. Қанатын қомдап қыранның, сусындап текті нәрменен, бейдеген асыл құндылық атадан келген қанменен. Армысыздар, құрметті өнерсүйер қауым. Түркістан облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен өткеле жатқан би өрнектері атты хореограф мамандарының облыстық онлайн фестивалін бастаймыз. Байқаудың мақсаты би өнерін насихаттау. Би арқылы ұлттық би өнерімізді мейлінше қадірлеп, құрмет тұту. Сонымен қатар, қатысушы би мамандарының бір-бірімен шығармашылық тәжірибе алмасуы, дарынды би мамандарын анықтау. Байқау қатысушыларымен таныс болыңыздар. Лаура Шулғаубаева, Арыс қаласы, Шолпан Алымханова, Қазғұрт ауданы, Бибігүл Нағалиева, Жетісай ауданы, Келес ауданы, Жансая Арыстанбек, Сайрам ауданы, Ақбота Амангелді, Алтынбек Опабеков, Мақтарал ауданы, Бекзада Мырзахан, Бәйдібек ауданы, Ақманат Досымбетова, Созақ ауданы, Маржан Соббекова,
Ордабасы ауданы, Зина Садықова, Шардар ауданы, Роза Тұрсымбетова, Кентау қаласы, Нұрсұлу Болатова, Отырар ауданы, Алмас Асқарұлы, Ордабасы ауданы, Алина Кунгирова, Түлкібас ауданы, Айжан Жұманова, Түркістан қаласы, Айнұр Бердібекова, Сарағаш ауданы, Мұрат Тарланов, Төле Би ауданы. Байқауға қатысушы өнерпаздарымыздың өнерін саралайтын әділ қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Кульбекова Айгүл Кеңес қызы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, педагогика ғылымдарының докторы, өнертану профессоры, Қазақ ұлттық хореография академиясы педагогика кафедрасының профессоры, Қазылар алқасының төрайымы Ағымбаева Хадиша Ермекбайқызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Нұр Сұлтан қаласы әкімдігінің НАС мемлекеттік би театрының көркемдік жетекшісі Әжібекова Зәуре Бекембайқызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазына би ансамблінің көркемдік жетекшісі, бас балетмейстері, халықаралық Розы Казахстана, Розы обзора және Розы России байқауларының лауреаты. Дорогие друзья, дорогие участники конкурса «Биурник-тире», мы начинаем конкурс. Желаем вам хорошего выступления, бодрого настроения, показать все свое мастерство.
सारा तन के चली थी हाय मैं तो कम से निकाली थी सारा तन के चली थी आगे जाके गली पे बल खा गई कोई जाने जमाने कब आ गई मेरे सद के जमाने की कमाई रे मुझे देता उधारी हलवाई रे सबको नचा के नाच ले आजा नाच ले मेरे यार नच ले झनक झनक झनका ओ नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजार सबको बुला के नाच ले आजा नाच ले मेरे यार नच ले झनक झनक झनका ओ नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजार 그렇지 못한 태도 간녀린 몸에 쏙 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않진 않지 Black 하면 pink 우린 예쁘장한 savage 원하던 대놓고 뺐지 너무래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 fat chicks 궁금하면 해봐 fact check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm foxy
두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 Oh wait till I do what I hit you with that do-do-do-do Oh yeah, oh yeah Hit you with that do-do-do-do Oh yeah, oh yeah Blackpink 지금 내가 걸어가는 거린 Blackpink four-way 사거리 동서남북 사방으로 running 이는 버킷리스트 싹 다 버려 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl 조건 싫어하고 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 굳이 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만나는 걸 원했다면 Oh wait till I do what I hit you with that do-do-do-do Oh yeah, oh yeah Hit you with that do-do-do-do
yanımga kelolmaysan ey avvalgiday suygan yorim bo'lolmaysan ey juna juna yanımga kelolmaysan ey avvalgiday suygan yorim bo'lolmaysan ey nima qilay boshimda savdo ko'p ekan sovg'asidan oshib tushgan g'alva ko'p ekan nima qilay boshimda savdo ko'p ekan sovg'asidan oshib tushgan g'alva ko'p ekan barbayting o'sha bevafo yorga ey meni deya jon berar barna ko'p ekan atlas bilan aldolmaysan jonidan ko'zim axir marg'ilonday atlas jonidan ashnaqa juna juna yonimga kelolmaysan ey avvalgiday suygan yorim bo'lolmaysan ey juna juna yonimga kelolmaysan ey avvalgiday suygan yorim bo'lolmaysan juna juna yonimga kelolmaysan ey avvalgiday suygan yorim bo'lolmaysan ey juna juna yonimga kelolmaysan ey avvalgiday suygan yorim bo'lolmaysan ey oldingi yulduzmasman ey urolmaysan ey
leave. I didn't want to leave. I didn't want you to leave. I didn't want
өрнектері. Құрметті көрермен, қатысушы өнерпаздардың өнерлерін тамашаладыңыздар. Ендеше әділ қазылар алқасына сөз кезегін берейік. Қайырлы күн, құрметті достар. Мы находимся в рамках областного конкурса «Биоэрнектера», которое проводилось под эгидой областного управления культуры Туркестанской области. Я как член жюри хочу поблагодарить организаторов этого конкурса, режиссеров, тех людей, которые стояли в организации и принимали активное участие для того, чтобы этот прекрасный конкурс состоялся. Сегодня в условиях пандемии очень важно проведение такого рода мероприятий. Что касается конкурса с профессиональной точки зрения, я считаю, что жюри справилось со своей работой. Хочу отметить, что каждый член жюри имел возможность индивидуально, независимо судить, анализировать выступления каждого коллектива, просмотреть каждый танец не один раз. То есть вот эти вот условия, то, что конкурс проходил в онлайн-режиме, надо, наверное, из этого извлекать какой-то корень позитивный, да? Положительный корень. Что это нам дало? Этот конкурс был направлен на анализ работы хореографов, как индивидуальности, как личности, как людей, которые работают в сфере хореографического искусства. И больше танцы были посвящены национальной тематике. Я хочу отметить, это казахские танцы традиционные, узбекские танцы и другие танцы других народностей, которые мы просмотрели за период нашего конкурса. Конечно, так как конкурс, бывают работы сильные, менее сильные, с какими-то пожеланиями, с какими-то замечаниями и обязательно с находками. Что отличает областные конкурсы от более крупных конкурсов, это то, что участники самобытные. Они немножечко находятся дальше от, может быть, профессионального обучения, но больше в них зато можно разглядеть больше народности, вот этой самобытности, интересные движения. И я как педагог по казахскому танцу тоже могу сказать, что я для себя с каждого конкурса нахожу что-то интересное. И это именно находится в душе наших самодеятельных исполнителей, художественных коллективов, которые трудятся у нас на селе, в районах. С методической точки зрения, конечно, вот конкурс мы проводим для чего? Вообще конкурс – это соревновательная система. И от конкурса к конкурсу участники и их руководители должны получать какой-то импульс. Они должны становиться лучше, они должны развиваться. Анализ танцев показал, что нашим руководителям следует обращать внимание, то есть нужно направить свою работу на глубину проработки глубины образа, создаваемого образа. Танцы, конечно, больше остаются в памяти и в душе народа в танце с определенной сюжетной тематикой, с идейным содержанием обязательно. Поэтому отсюда следует, вот, допустим, если у нас есть название у танца, то хореограф уже направлен, и зрители воспринимают его содержательную сторону. Если танец называется просто казах-ди, то, конечно, здесь сразу появляются сомнения. И когда мы просматриваем этот танец, мы уже понимаем, что здесь просто у нас выступает набор красивых движений. А казахский танец обогащен разнообразием большим движений. Это пластика рук отдельно, лексика ног. Что хочется отметить еще по танцам? Если у нас работает так называемый верх, корпус и руки, иногда нам не хватает лексики в ногах. Что такое лексика в ногах? Это движение. Те же ходы
они имеют различные виды. А у нас, допустим, можно увидеть еще в танцах простую ходьбу. Так мы ее называем. Поэтому хореографам нужно свое внимание уделить и развитию лексики в танце. Как в ногах, так и вообще в целом хореографических движений. Что я еще заметила, что следует отметить? Вот такие вот направления, над чем нужно нам работать хореографам. Над правильной постановкой корпуса, над правильным исполнением прогибов, да, буктилю, вперед, в сторону и особенно назад. То есть здесь существуют определенные правила, поэтому корпус должен быть ровный. Когда мы прогибаемся назад, нужно сначала у нас идет голова, потом откидываются плечи, и постепенно лопатки, и потом только прогиб в талии. Вот это вот, конечно, это отличительная черта вообще казахского танца от других танцевальных культур. И пластика корпуса и рук, она очень важна в исполнении. Поэтому на это следует нашим хореографам обратить внимание. Если сказать в общем, то мне понравились некоторые танцы по своей просто, знаете, динамике такой. Любой танец – это движение. Даже если он медленный танец, в нем должна присутствовать динамика, развитие, рисунок должен быть, да? А рисунок – это еще не динамика. То есть, видите, вот любой хореограф, он как режиссер, он как полководец на войне, понимаете? Он должен видеть все, со всех сторон просмотреть свою работу. И прежде всего это музыкальное сопровождение, рисунков не хватило в некоторых танцах. В некоторых танцах рисунки хорошо, но, допустим, лексики не хватило. И, конечно, мы все, и этот конкурс, и другие конкурсы, и ваша работа, и наша работа, она будет заключаться только на развитии и совершенствовании казахского танца. Нам необходимо, чтобы понимание правильного исполнения казахского танца, правильного прочувствования казахского танца, движения казахского танца, его образности стало доступно всем, не только профессиональным исполнителям или педагогам или специалистам. То есть сама по себе наша природа, она танцевальная, она все время находится в каком-то вдохновении. И из любого природного явления можно создать целую композицию танцевальную. А музыка? Почему мы зацикливаемся только на одной музыке? Или на музыке, исполненной на каком-нибудь синтезаторе? А другое дело, если речь идет о стилизации казахского танца. Такое тоже можно. И вообще я считаю, что стилизация казахского танца на сегодняшний день – это одно из средств или направлений сохранения национальной танцевальной культуры для молодого общества. Қайырлы күн, құрметті өнерсүйер қауым. Түркістан облысы мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен «Би өрнектері» атты онлайн фестивальдің осы бүгін соңғы күні, және бүгін біз қорытынды шығарып жатырмыз. Бидің стилі де, атауы да ол біздің өзіміздің ұлттық биге арналған қазақ биіне. Бұл деген өте осындай бастамаларды жалғастыруы керек, және де оның жалғасы болу керек деп ойлаймын. Би өнері фестивалінің ұйымдастырушылары осы өте керемет хореографтарға, осы би саласындағы балалармен, жасөспірімдермен жұмыс жасап жатқан хореографтарға үлкен керемет мүмкіншілік беріп отыр. Осы мүмкіншіліктер үшін осындай қазір қиын қыстау кезінде үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Бұндай қолдау және осындай фестивальдер, қазіргі кезде онлайн фестиваль, ол өте қажет және орынды деп санаймын. Көбісі мысалға жетекшілер өздерінің
билерін кейбіреулері әлі де үйрену керек. Бізде әрбір өзіміздің жұмысымыздың сондай шыңына жеттік деп еш уақытта да айта алмаймыз. Себебі ол жаңағы әлі де жұмыс жасау керек. Сондықтан да көптеген осы қатысушыларға менің айтатыным, әрбір биге сондай талғампаздықпен, мың рет ойланып деген сияқты, балалардың қаншама өздерінің білетін лексикасына және де жаңа лексика қосып, кімде қандай берілген қимыл, қол қимылы болсын, аяқ қимылы болсын, әдемі болып жатыр ма, және де ең біріншіден әрбір баланы осы кәдімгі би өнеріне келген жас баланы, қызды, ұлды станок деген болады. Классиканың жаңағы основа классики дейміз ғой, соның би қалыптарын мықты, керемет үйретіп алсаңыздар, ары қарай сол балалармен сіздерге жұмыс жасауға өте жеңіл болады. Және де қол қимылдарына келетін болсақ, біз енді көбіне қазақ биіне жақын болғаннан кейін өзіміздің ұлттық биге қол қимылдарына, мынау айналып, оны да қалай болса солай айландыру салу дегенде ол болмайды. Біздің YouTube каналда және де басқа да үлкен ұжымдардың каналдарында қазір қазақ биінің, мынау академия хореографияда қазақ биінің қалыптарын барлығын көрсетіп, сол жайында сабақтар өтіп жатыр. Соған кіріңіздер, көріңіздер. Неге мынау фестивальдің аты би өрнектері? Себебі өрнегіміз әртүрлі болады. Өрнек бір тоқтаумен тоқтап қалмайды. Ол деген мынау айтылып жатқан сөз сияқты, ағып жатқан бұлақ сияқты, мынау ауадағы желдің жүрісі, ауамен тыныс алу, күннің жарқырауы, оның барлығы шексіз дүние. Сондықтан да әрбір қойылған өрнек, бидегі өрнек, ол шексіз болу керек. Ол бірінен соң бірі шығу керек деген сияқты. Міне бұлақты, дәл осылай. Шынтақты шынтаққа, міне, көріңіздерші. Шынтақты шынтаққа, міне бұлай. Міне бұлақ, шексіз бұлақ болу керек. Және де мынау жалын деп айтады. Жалын деген мынау кіндік. Мынау кәдімгі классикалық, міне бірінші қалып, осы бірінші қалыптан міне бұлақ, жалын. Осының бәрін әдемі көрсетсеңіздер, соның бәрін әдемі үйретсеңіздер баларға, сырға, оны да. Енді мынау байқауда мысалға көптеген ұжымдар соло жеке билерді ұсынды. Ол жеке биді ұсынған Арыс қаласы, Түркістан қаласы, Ордабасы, Түлкібас, Мақтарал, Келес, Отырар, Бәйдібек аудандары өздерінің ұжымдарында жаңағы жеке билерді ұсынды. Жеке би билеу деген ол өте сондай өжеттілікті қажет етеді. Жеке би билеген адам ол бүкіл сахнаны өзінің ішкі сезіммен, өзімен толтыра білу керек. Осы сололардың ішінде дуэт болды. Келес ауданының дуэті, олардың жаңағы видеографтың жұмысы өте әдемі болды. Және де мынау дуэт дегенде қыз бен жігіттің сахнаға шығып, екеуі бір-бірі не айтқысы келеді. Сахнаға шыққанда қыз не айтқысы келеді жігітке, жігіт не айтқысы келеді. Екеуі бір-бірімен кәдімгі әңгіме құрып, үйлесімді болу керек. Жаңағы өздерінің бірінші қазақша билерінде мысалға қыз Тамирис кейпінде шықты, жігіт Батыр кейпінде шықты. Бірақ енді екеуінде кішкене үйлесімділік жетпеді. Қыз бала өзінше биледі, және жігітте өзі сол қыздың ар жақ бер жақ шетінде биледі. Енді барлық ұжымдар өздерінің өнерлерін барынша көрсеткісі келді, бірақ енді осындай өте көп кемшіліктері бар да аудандар бар. Соның ішінде айтатын болсақ, мынау жаңағы Аққу ансамблі Жетісай ауданын,
соған тоқталып кетсек, мысалға ол жерде көктем биін биледі қыздар, 6 қыз. Ол жерде ең басында менің ойымша олар жай ғана жүріп шықпай, олар жаңағы на цыпочках дейді ғой, на цыпочках жүгіріп шықса, кішкене бидің басынан кішкене динамика болу керек еді. Әрбір мысалға қолымызды қайтарсақ та былай әдемі қылып, майысатын болсақ та соның барлығын былай ғана тоқтап қана болмай, оның шексіз оңға, солға, мынау жел тұрғанда шөптің басы әдемі қимылдайды ғой. Шөптің басын көрген жоқсыздар ғой, былай ол тек қана анау торнадо, құйын болмаса ғана түбімен жұлып алатын. Әдемі самал жел болғанда шөптің басы былай әдемі қимылдаған сияқты, дәл солай нәзік дүниелер жасаса деген сондай өтініш. Және де мына қолдың лексикасы көбірек қоссаңыздар, себебі өте аз. Қолдың лексикасы өте аз. Ұялу, мысалға, не айтқыңыз келді? Көктем деген кезде, көктем ол әртүрлі, алуан түрлі, жердің оянуы, ол жерде суда болу мүмкін, мысалға. Бұл жерде сіздер кішкене көктемде сюжет берулеріңіз керек еді, менің ойымша. Мысалға, қыздардың бәрі жүгіріп шықты, біреу бұлақ көрді, ой, қандай керемет, қыздар қараңдаршы, бір-біріне су сеуіп деген сияқты. Біреу айланып отыра қалды, айнаға қарап деген сияқты. Содан кейін, әй қыздар жүріңдер бірге билейік деп, ана құстарды қараңдаршы, ана құстар ұшып бара жатыр, ананың қандай керемет дауысы деген сияқты. Сондай дүниелерді кішкене айтады ғой, сюжеттік обыгрывать ету керек еді. Мынау енді қазір әрине де пандемия, мынау идеясына, осы бидегі осы идеясына өте рахмет айтқым келеді. Мынау Түркістан қаласы, Жұманова Айжан дейді. Білесіз бе, бұл енді ковидтің темасы алынғаннан кейін жаңағы видео контентті сіздер көрсеткеннен кейін ғана біз түсіндік, сіздер ол ковид туралы айтып жатқаныңызды. Ал егер видео контентті алып тастайтын болса, ол жерде сіздер ковид туралы әңгіме айтып жатқандығыңыз, хореография тілімен лексикаларыңыз өте аз болды, жетіспеушілік көп болды. Видео контентсіз жай ғана сол өздеріңіздің жасалған хореография лексикаларыңызды көретін болсақ, ол жерде ол ковидтің туралы айтып жатқандарыңыз туралы, жаңа қара жамылған агрессор бүкіл әлемді жаулап алды деген дүние, ол жерде не читаймы? Көрінбейді. Сіздер тек қана осы жаңағы тақырып қозғап жатқандығыңызды біз тек қана мен өз басым осы видео контентіңіз арқылы ғана түсіндім. Еш уақытта да мына видео контентке көп жүгіне берудің қажеті жоқ. Себебі ол видео контентті қою үшін LED экрандар әрбір сахнада болмайды. Сондықтан да онсыз видео контентсіз сіздер тек қана өздеріңіздің балаларға қойылатын дүниені дұрыстап оқылатындай қылып, оның сюжеті, оның линиясы, қалай оны тізбектейсіз, басы, ортасы деген сияқты, ортасы ол не туралы айтылып жатыр, соңында үлкен нақты нүкте қойылатындай сондай дүниеде, сондай форматта жұмыс жасау керек, солай қою керек. Мынау Ордабасы ауданын айтатын болсақ, бұл жерде ең біріншісі Наурыз биі болды. Өте аз лексика, бай лексика емес, және де кейбір жаңағы қимыл қозғалыстар өте жаңағы ыңғайсыз қойылған, ыңғайсыз. Сол жағына кішкене көңіл бөлсеңіздер, және де ол жерде просто набор движений. Наурыз болғаннан кейін жаңағы сюжеті керек, Наурыз деген ол мереке, сол мереке
Біз көбіне сіздер әрбір биіңіздің атауына қараймыз. Наурыз биі дедіңіз бе? Біздің фантазиямыз кетті. Біз сахнада кәдімгі үйсі мүңкіп тұрған, аңқып тұрған наурыз мерекемізді, осы көктемнің мерекесін көргіміз келеді. Ал енді осы сайыстағы менің есімде қалған, ұнаған ұжымдарды айтатын болсақ, Төле би ауданы ұнады, Сайрам ауданы ұнады, Қазығұрт ауданы ұнады, Кентау қаласы және де Түлкібас ауданы ұнады. Қойылымының лексикасы бұлақтай тоқтамай үйлесімді ағылып төгілу қажет. Ол біріншіден. Орындаушылық шеберлікті күнде ұштау қажет. Ол екіншіден. Музыкалық таңдау, сахналық киім, образ, қойылатын лексика барлығы бір-бірімен үйлесімді болған жағдайда ғана әдемі биік жетістікпен нәтижеге жетуге болады. Әрбір бидің қыр-сырын алатын, ол міндетті, әрбір бидің қыр-сырын ашатын, ол міндетті түрде бидің атауына байланысты. Көбінесе атауы мысалы бүркіт биі деп аталып, лексика жағынан құстың ешбір қимылы орындалмайды. Реквизитпен билеуде мың ойланып, мың толғану қажет. Бидің стилінде шатастырмау, ол өте дұрыс емес дүние шатастырған кезде. Шатастырмау керек. Кейде әуенге үйлесімді емес, халықтық стилден заманауи стилге кетіп қалып, одан қалса хип-хоп деген стилдерді, модерн деген стилдерді үйлесімсіз араластырылып жатады. Оныған да өте ұқыпты келу керек. Менің ойым, өзіміздің қазақ ұлттық биімізге көп көңіл бөлу керек. Себебі біз қазақтың жерінде тұрғандықтан өз өнерімізді жетік білу міндет деп ойлаймын. В первую очередь я хотела бы поблагодарить всех руководителей танцевальных коллективов областей за участие в этом конкурсе. И хотелось бы сказать, что танец – это прежде всего рисунок танца, это сюжет, это образ. И очень хочется отметить балетмейстера, руководителя танцевального коллектива Сузакского района, это Акманат Досымбетову, за постановки танца. Очень приличная хореография, очень хорошие танцы, а также очень хорошие, но самое главное, очень подготовленные дети. Несмотря на то, что большой период времени мы все не занимались танцем, мы не встречались, и вот за этот короткий период времени дети были собраны, подготовлены, и видно, что они имеют постоянную основу. Они занимаются и классическим танцем, и народным танцем, и казахским танцем. Это видно было вот в исполнении данного ансамбля. Также хочется отметить постановку и руководителя Толебийского района Мурата Тарланова. Очень хорошие дети, профессиональный подход к делу. И мне очень понравилось. И единственное, что, может быть, нужно будет как-то поработать над балетмейстерским решением, над приемами балетмейстерскими и сосредоточиться именно на возрастной хореографии, на детской хореографии. Также хочется отметить коллектив из Сайрамского района, руководитель Амангельде Акбота. Подготовленные дети также, видно, что дети занимаются, и я была приятно удивлена, мне очень понравилось. В целом, хотелось бы сказать вот участникам, те, которые не прошли в конкурсной программе, не отчаиваться, потому что в нашей профессии, в профессии хореографа, в профессии руководителя танцевального коллектива, в профессии балетмейстера-постановщика совершенства достичь
практически невозможно, это каждодневный труд, и поэтому нужно здесь подумать над рисунком танца, над исполнением, над выбором репертуара, потому что если этот танец называется домбарамен би, вот, а музыка идет очень такая жесткая музыка, и в ней присутствуют и электрогитара, и еще какие-то инструменты, это идет уже вразрез с самой темой танца. Поэтому, уважаемые руководители, обратите внимание на название номера. Вот, название должно соответствовать раскрытию вашего танца. Вот, и были такие номера, например, пьяла менби. Если вы взяли пьяла, да, пьялку, если вы взяли, вы уже как атрибут от начала до конца его должны донести, и рисунки, и движения должны придумывать специально для этого атрибута и донести смысл, для чего вы это взяли. Также были такие работы, как, вот, скажем, COVID-19 была работа, и еще современные работы, больше похожие на видеоклип, потому что чем отличается видеоклип от хореографии? В хореографии есть законы драматургии, то есть начало, середина, концовка, есть определенные движения, есть определенные комбинации. А в клипе этих комбинаций нет. Это просто постановка, просто статичная постановка. Это просто получается, что вы снимаете какие-то отдельные движения и потом их склеиваете между собой, и как бы получается такой целостный видеоклип. Поэтому вот желаю всем удачи. Желаю всем продвигаться по линии хореографии. Пожалуйста, вы всегда можете обратиться по подбору музыкального материала, по хореографическому тексту. Если вы в чем-то сомневаетесь, если вам нужна поддержка, я всегда рада вам помочь. Город Шымкент, дворец Туркестан, ансамбль «Хазна» и я, Ажибекова Завре Бекимбаевна. Всегда рада вам помочь. В любое время вы можете обратиться, вы можете проконсультироваться, если вам нужна будет такая помощь. Спасибо всем. Удачи. Би өрнектері. Байқаудың дипломанттары. Нұрсұлу Болатова, Отырар ауданы. Жансая Арстанбек, Келес ауданы. Бердібек Айнұр, Сарыағаш ауданы. Үміт сыйлығының иегері Алмас Асқарұлы, Ордабасы ауданы. 3-ші орын Роза Тұрсымбетова, Кентау қаласы. Алина Кунгирова, Түлкібас ауданы. Лаура Шулғаубаева, Арыс қаласы. 2-ші орын Шолпан Алымханова, Қазғұрт ауданы. Ақбота Амангелді, Сайрам ауданы. 1-ші орын Мұрат Тарланов, Төле Би ауданы. Бас жүлде Ақманат Досымбетова, Созақ ауданы. Құрметті көрермен, осымен біздің байқауымыз өз мәресіне жетті. Барлық жеңімпаздарды марапаттарымен шын жүректен құттықтаймыз. Және де барлық қатысушыларға ерекше алғысымызды білдіреміз. Қазақтың би өнерін дамыту сіз бен біздің мақсатымыз. Қазақтың би өнері шарықтай берсін.